Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі ашық сағат алаңында Zoom арқылы теңіз порттары және Транскаспий халықаралық көлік бағыты бойынша жүк тасымалдаудың ағымдағы жағдайы мәселелері бойынша кеңес өткізді. Кеңеске көлік комитеті төрағасының орынбасары Қасым Тілепов, Транскаспий халықаралық көлік бағыты халықаралық қауымдастығының, көлік логистикалық компаниялардың, Қазақстан темір жолы, Ақтау және Құрық теңіз порттарының өкілдері, сондай-ақ жүк тасымалдаушылар қатысты. Здесь присутствуют у нас представители наших транспортных организаций, ведомств. Также есть представители грузоотправителей, экспортеров. По текущей ситуации хотел бы в первую очередь предоставить слово КТЖ «Экспресс», далее КТЖ «Грузовые перевозки» и потом заслушать порты. До этого традиционные маршруты, которые возили наши казахстанские грузовладельцы Средней Азии, они традиционно ездили северными маршрутами. Но так как теперь на северном маршруте есть определенные ограничения, то многие грузопотоки переключились именно на наши направления. Бүгінгі таңда көлік инфрақұрылымын дамыту және жүк ағындарының транзиттік байланысы Транскаспий бағдарының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға тікелей әсер етеді. Ақтау және Құрық теңіз порттарының рөлі артты. Ағымдағы жылдың 8 айында Әзербайжан бағытында Қазақстан Республикасы теңіз порттары арқылы 1,9 миллион тонна жүк тасымалданды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 2,1 есе жоғары. Сондай-ақ Транскаспий халықаралық көлік бағыты бойынша жүк тасымалы көлемінің өсуінің оң серпіні байқалады. Атап айтқанда 8 айда Транскаспий халықаралық көлік бағыты бойынша 1,3 миллион тонна жүк тасымалданды. Бұл 2021 жылдың сәйкес кезеңінен 2,1 есе артық. Бүгінгі таңда Транскаспий халықаралық көлік бағыты бойынша шамамен 6 миллион тонна жүк тасымалдауға мүмкіндік бар.